Енді біріншіден ең алдымен осы бастама өте маңызды бастама, жастар ассамблеясын құру. Жаңа өздеріңіз білетіндей, республикамыздың президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылды жастар ассамблеясы жылы деп атап өтті. Енді осы бастама біздің Қазақстан Американдық еркін университетінде жастар ассамблеясы алғашқы бір құрып жатқанына біз өзімізде қуаныштымыз. Осы ассамблеяға қазір 12 студент кіріп жатыр. Жуықта лагерьге барып оқып келді осы жастар ассамблеясы бойынша. Енді біздің университетке келетін болсақ, біздің университет өзінің миссиясы біздің университетті көшбасшыларды дайындау. Көшбасшылық құндылықтарды, яғни мына халықаралық қатынасты, мәдениетаралық қатынасты дамыту. Біздің университет халықаралық университет болған себептен әртүрлі мемлекеттерден студенттер жан-жақтан оқиды. Ол Америкадан да, Германиядан, Қытайдан, Канададан, Ресейден, Қырғызстаннан, жан-жақтан студенттер оқиды. Енді осы және де университетте өте көптеген шаралар өтеді осы халықаралық мәдениетаралық қатынастар бойынша. Сол себепті осы ассамблеяның болашақта жастар ассамблеясы, университетінің ассамблеясы болашақта өзінің жақсы бір рөлін атқарады деп сенімдеміз.